айтыры дейді, мыналар ангинаны көрмеген. Мен сөйлеме бүйтшеше, лайкты бүйтіп айтшеш қарай. Паят, сол айтам, қалай айтам? Сен бүйтшеш қара. Көрдім мен бейбітсін. Анау кәдімгі, короче, беззвучный режимде. Жақсы болды оқыштың. Дауысын естімей отырмыз. Көрдім мен бейбітсін. Ете жазылып кетті құштың. Сәлем бердік дейді. Амансың ба? Не істеп жатсың? Қай больницадасың? Алматыдағы ма? Жігітің қайда? Үйде ма? Не зат ішіп отырсың? Ангинаға шай ішіп отырсың ба? Бола ма не шай ішуге? Сұрақ қоя бердің ау дейді. Қасқа сөйлей алмайтын адамға сұрақ қоя бердің ау дейді. Әне лайк басың деп жатыр. Достар. Қасқа тамағынан дауыс шықпаса да стримға кіріп тұр қасқа бар ғой. Тек күле алады. Давайте питание достали екі роза. Ани, рахмет. Банан жегім келіп кетті. Бір роза, достар, бір роза. 5x кететін болды ау дейді. Қақтың 5x'і мынау деген екі роза ғой. Сөндірш мұтын. Нолоннор рахмет. X2, достар, давайте кетатын. Қош болды светпе ойнамай. Ани болма, кетат капказ. Бисвин деймін. Бисвин кететін болды ғой дейсің ба, Арушка? Арушка, сен ана Арухканы алып тасташы, ысыны қоя қойшы, құрсын арасына дейін. Арухка деп айта берем то. Достар, лайк басыңдар. Қалауымның қызын ұтып алу керекпіз біз деген. Мен бір донатырым ұтқан. Иә, досты. Әсел. Ани, рахмет. Ау. Мен бір донатырым жоқ дейм. Сенікі әйтеуір бір донаторларың жоқ болып қала қояды екен. Мен де мысалы донатор күтіп отырмаймын, менікі өздері атады жандарым. Ұтылып қалсақ бірақ ренжіп қалайын деп отырмын. Болды ма дейді. Ару. Ең нормально олдың. Ани, рахмет. X3 достар күшті бірдің атыңдаршы. Ани, рахмет. Тамағым нормально. Ару, рахмет. Жаным жүрек май. Даусым мана вообще шыққан жоқ достар. В общем, тамағым деген бірінші рет 31 жасыма дейін ондайды көрмегенмін ғой. Короче, бір күнде басталған ангина болды ғой мынау деген. Кеш емес, алдың күні. Біз қасқа енді андай адамбыз ғой. Ауырсақ, жазылып кетеді ғой деп бір екі рет шай жіберіп. Сөйтетінде де не болған жоқ. Прикиньте, таңертең ұйқымнан тұрам. Сразу не. В общем, жұтындырмайды. Обедте қалаға шығып келем, нормально болам. Тамағым жұтындырмай тұрды. Потом кешке температура, ішім ауырып, елім ауырып, короче, скорыймен больницаға түсеміз. Скорый больницаға жатасыз ба, мен жатпаймын деймін, мен қайдан білейін. Құрсын кәдім ангина ғой депті. Келесі күні тамағымның несі, короче, бүткіл тамағымды жауып тастап ісіп кетеді ғой. Жыласам мұрным бітіп қалады, аузым бітіп қалады, дем жетпей одышка болып қалам ғой. Сөйтіп
мәкәм шыдай алмай больницаға келіп қайттан скорыймен. В общем, тамағымды кесті ғой жаңа. Ангинамды өлтіріп, қанатып, в общем, ё-май, өзім жаным қиналып жатса. Сол үшін достар, маған көмек беріп қойыңдар. Ой, Ё-май, бля, ұтылып қалдық. бля, әңгімесін айтып алып, мә, соңында әңгімені қараң, еба. Сол үшін мә, қасқа бір аянышты андай музыкамен тыңдап отырсам, тын тыдын тыдым дегенмен бар ғой. Сол үшін достар маған көмектесіп қойдың деген. Мен белім туралы айтайын, сосын барып мына жақта басталады. Достар, мен белім бүгін целый день ауырды, түні мен ауырып ұйықтай алмадым. Сен бүгін мен жазатын болдың не болса, күлдіртіп, сөйлетіп. Көрмедің дейді ғой. Бля, бәрін айтып, тыңдап отырсақ бәрімізден семейный болып, сен әңгімеңді. Андайда аяғың ауыр болғасын, ештеңе жей алмайсың, іше алмайсың, артық антибиотик ала алмайсың, тек қана Лиголиямен, короче, сүртіп, бля, Лиголиямен сүртіп, иә деді. Фурацилинмен тұзбен шая берген ғой. Маған түріне болып кеткен. В общем, солай достар, енді қолдап қойыңдар. Не отыратында нем жоқ. Мен бар, менің камерамда ма? Аяғы ауырмайды. Аяғың ауырма не дейді? Ой, 5 апта. 5 апта екен.